Бәріңізге сәлем. Бүгін көксей дайындайтын боламыз. Ол үшін етімізді алып, осылай жіңішкелеп турап аламыз. Және де майымызды қыздырып, салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді араластырып, тұзымызды салып, бетін жауып, қойып қоямыз. Енді капустамызды осылай жіңішкелеп турап алып, тұзымызды салып, жақсылап езгілеп, суын шығарып алып аламыз. Одан соң майымызды қыздырып, 3-4 минуттай қуыратын боламыз. Қалған приправаларымызды саламыз. Паприка және де кориандра соны салып, чесногымызды жақсылап араластырып аламыз және де қайтадан аламыз. Енді 3 жұмыртқамызды алып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз және де майымызды қыздырып алып, жұмыртқамызды саламыз. Осылай араластырып тұрамыз арасында. Және де бір беті піскеннен соң екінші бетіне аударып алып аламыз. Енді огурцымды турап алдым. Және де пиязымызды саламыз. Тұзымызды, кориандр, паприка және де уксусты 1 қасық салып, жақсылап араластырып мұжғылаймыз. Болғаннан соң жұмыртқамызды осылай орап кесіп аламыз жіңішке етіп. Енді помидорымызды да дәл солай жіңішке етіп кесіп алып қоямыз. Енді көксейдің суына 3 қасық соя тұздығын құямыз. Және де уксус 1,5 қасық құямыз. Араластырамыз. 2 қасық қант саламыз. Және де кішкене тұз салып араластырамыз. Дәмін көріп, бір қайнатып алатын боламыз. Енді піскен лапшамызды алып, үстіне сорпамызды қоямыз. Одан соң капустамызды қоямыз. Помидорымызды қойып аламыз. Барлығын осылай қойып шығатын боламыз. Огурцымыз және де жұмыртқамызды. Одан соң етімізді осылай қойып аламыз. Енді үстінен сорпамызды қойып аламыз. Дайын. Ас болсын, ұнап жатса, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде подписка жасап кетіңіз.